Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың бүгін көптеген инсандар хадисін айтабыз, хадисті толық қармай албайбыз. Хадистің бір бөлігін қармап, екі бөлігін таштап қоябыз. Тилекке қаршы кейбір инсандар ушундай. Ал хадис пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Хуббиба илейя мин дуниякум салас." Бұл дүниеден Аллах Таала тараудан маға үш нәрсе сүйдірілді дейді. Аллах маға үш нәрсені сүйдірді дейді. Аның біріншісі қуррату айни фис сала. Көзімнің қарегі намазда. Намазда ушундай қуанам. Сізде үйге жетесіз бе, машинеге жетесіз бе, перзенті боласыз бе, үйленесіз бе, ең қуанған күніңіз. Бірақ пайғамбардың көзінің қарегін қуанған намазда тұрған екен. Сажда қылған жерге қарап Раббысына ибадат қылған. Екіншісі нәрсе ат-тайиб, жипар життану дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым жипар життанушы екен. Пайғамбар отырған, намаз оқып кеткен жері бір қанша уақытқа же життанады эле. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тердеген тери мистен да жипар житту эле. Пайғамбар ошондуктан дайым жакшынакай житти, жипар житти жакшы көрөт эле. Аллах Таала тараудан сүйдүрүлдү дейт. Бирок тилекке каршы бүгүн көп үммөт үчүнчүсүнү кармайт. Бул эки жогоруда айтылганга көңүл бурбайт. Ван ниса. Үчүнчүсү жуфт халал. Адал никемдеги аялдарды жакшы көрүү дейт. Аллах Таала сүйдүрдү дейт. Кебилер пайгамбар аял сүйүптүр деп, аялды жакшы көргөн экен деп намазды унутуп коебуз, жипар житти унутабыз, аялга көңүл бургандар өтө көп болуп атат үммөттө.